Сәлем достар, менің есімім Анель ханым, мен сексологпын. Инстаграм парақшама, YouTube парақша, сыр білім парақша оқырмандары маған сұрақтарды жазады. Және де бүгінгі сұрақ әйел кісілерден келген, және де осындай мәселе өте көп. Бұл еркектің жыныс мүшесі тұрмауы және де әлсіздігі неден болады? Және де неге еркектердікі тұрмаса, әйел адам азап шегу керек? Бұл шынымен өте өзекті тақырып. Мысалға, бір әйел жазып жатыр да, бір оқырманым. Айлап қосылмай жүреміз. Жолдасым тез бітіреді. Постоянно слабый, яғни әлсіз. Тұрмайды, тек дәрімен тұрады. Маткам ауырып кетеді. То есть әйел адам жыныстық қатынасты қалап, бірақ еркісі бере алмай, әрине маткасы жатыры ауыру мүмкін. Осындай кері әсері болады. Тек саусақпен оргазм сезінем, бірақ жер мүшесі алған кезде сезбеймін. Осы бір өзекті мәселе. Осы жерде сексология тарапынан мен не айтқым келеді? Ең біріншісі мәселені шешу үшін екі жақтан үлес қосылу керек. Еркісіден, мысалы да, ең бірінші, жыныс мүшесі, жыныс денсаулықты қалпына келтіру. Бірінші, бұл әрине уролог-андролог маманына барып, ем алу керек. Ең біріншісі. Ем алғаннан соң өз-өзіңді сол қалыпта ұстап жүру. Бұл яғни не? Бұл дұрыс тамақ жеу, спортпен айналысу, әрқашанда. Үшіншісі кегел жаттығу, жыныс бұлшықеттерге арналған жаттығу. Бұл үш нәрсені өзі ұстап жүру керек. Бұл да бір жұмыс, бірақ бұл керек. Ерлі-зайып, ол ең бірінші адамның өз денсаулығына керек. Екіншісі, бұл әйелмен төсек қарым-қатынасы гармонияда болу үшін керек. Әйел адам мына жерде не істей алады? Ең бірінші айту, ашық айту. Маған бұл керек. Сіз әйел адам ең бірінші өз-өзіңізге жауап беруіңіз керексіз. Қаншалықты бұл сізге маңызды, қаншалықты айына сіз оргазм, төсекті қалайсыз, қаншалықты сізге керек, қандай жолдармен керек. Бұны сіз бәріңіз өз-өзіңіз бұны білуіңіз керексіз, ең бірінші өзіңізге. Мысалға, өзіңіз жолдасыңызбен сөйлесесіз, және де соны ашық талқылап, диалог құру керек. Мысалға, аптасына бір рет минимум, мысалы, или екі рет, мысалы, ең азы дегенде. Сол еркісі соған жұмыс сізге қарай бару керек, қадам басу керек, осы мәселені шешу үшін. Екіншісі, мысалға, ашық сөйлей алмасаңыз, мысалы, диалог ашық осындай мәселелерді талқылай алмасаңыз, онда шешу жолдарын қарастырыңыз. Мысалы, жыныстық төсек қатынасы бізде болмай жатыр, басқа қандай жолдары бар дегенде іздеп қараңыз. Мысалы, мен сол үшін айтам, арнайы қына бұлшықеттерге арналған жаттығу жасаңыз, кішкене нагрузка болсын да. Түрлі, мысалы, күйеуіңізбен, мысалы, түрлі ойыншықтарды қарап көріңіз. Мысалы, еркісі мүшесі өзінің тұрмаса, түрлі секс-шоп дүкендерде арнайы ойыншықтар бар. Сол ойыншықтар сізге көмек ретінде сіздің жұбайыңыз сол арқылы сізді оргазмға жеткізсін. Осындай жолдарын да қарастырып көріңіз. Қолмен болса, мысалы, сіз өзіңіз айттыңыз, тек саусақпен оргазм ала, мысалы. Бұл да бір оргазмның түрі. Мысалы, бұл да сізге, мысалы, жеткілікті емес болса, қараңыз, неге, қалай мен оны, мысалы, жеткілікті жеткізе алам, қай жолдармен, мысалы, сіз, мысалғы, жыныс мүше арқылы оргазм ала аласыз ба дегенде, мысалы. Сол факторларға байланысты өзінің оргазм алу жолын тауып, күйеуіңізбен соны ақылдасу керек. Енді еркісі мүшесі кіргізгенде сезбесеңіз, мүмкін қына бұлшықеттері кішкене тонусы әлсіз, соны кішкене қалпына келтіріп, қысу арқылы бұны сезуге болады. Соны да қарастырып көріңіз. Жарай ма? Ал егер де, мысалы, еркісі ештеңе істегісі келмейді, мысалға, ондай да болады, қадам баспайды, үлес қоспайды, сонда сіз әрине өзіңіз шешім қабылдауыңыз керексіз, не істейміз деп. Не істейміз? Мысалы, айтасыз, маған бұл өте маңызды, саған, мысалы, маңызды емес болса, не істейміз? Қандай шешімге келеміз? Енді шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Әр адам, өз басымен сөйлесіп, ақылдасып,
бір шешімге келу керек, мысалы, да, то есть немесе мен мысалы сексология тарапынан жанұяларға да консультация береміз. Мысалы, сіз екеуіңіз де келіп консультация алуға болады, мысалы онлайнда видеозвонок арқылы. То есть былайынан да шешуге болады. Жарай ма? Так, ну осы сұраққа жауап бердім деп мен ойлаймын, және де пайдалы болды деп ойлаймын. Әрине, бұл видео сізге жауабы нақты бермеді, себебі әр кісі жауапты, шешімді өзі қабылдау керек. Мен сексолог ретінде сізге жолдарын айтып жатырмын, қандай жолдарын бар. Жарай ма? Инстаграм парақшама жазылыңыз, сол жерде өз өмірім бар, жеке өмірім бар. Кішкене осы YouTube парақшадан бөлек өмірім бар. Әрине, сол кішкене бөлігін ғана сол жерде жазылып, осы YouTube парақшама жазылып, менімен болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.